Бетіңіздегі безеу нені білдіреді? Теріде безеулер түрлі себептерден, тұқым қуалауға бейімділіктен, гормондардың әсерінен, майдың көптеп бөлінуінен, сондай-ақ асқазан қызметінің бұзылуынан пайда болады. Баршаңызға сәлем, сіздер денсаулық каналындасыздар. Каналға тіркеліп, белсенділік танытуларыңызды сұраймын. Безеудің маңдайға шығуы ас қорыту жолдарының дұрыс емес екендігін білдіреді. Бұл жерде асқазан ғана емес, ұйқы безі немесе өт жолы бұзылған болуы мүмкін. Егер безеулер маңдайдың шашқа жақын бөлігіне қарай шықса, онда өт жолының дұрыс емес екендігін ескеру керек. Ал егер бөрткендер қасқа қарай жақындап шықса, ішек жолдарының өз қызметін атқара алмай жатқандығын білдіреді. Яғни, тамақтану тәртібін дұрыстау керек. Көбінесе тері бөрткендері шылым шегетін адамдарда немесе аллергиясы бар адамдарда кездеседі. Сол себепті тәттіден бас тартып, күн сайын таза ауаға шығып, серуендеп тұрған жөн. Сондай-ақ гормондық тепе-теңдіктің жойылуы да безеудің шығуына себеп. Егер мұрын үстіндегі безеулер көп шықса, жүрек қызметінің нашарлауынан екендігін білген жөн. Мұрынның үстіне безеу шығатын адамдар өзінің артериялық қысымына және Б дәруменінің деңгейіне көп назар аударуы керек. Иек пен ерінге безеулер не себептен шығады? Ас қорыту жолында эндокринді жүйеде ақаулар болса, иекке безеу шығуы мүмкін. Сол себептен құрамында С витамині мол азық-түлікті көптеп қолданған дұрыс. Шөптен жасалған шайларды көбірек ішіңіз. Осы аймаққа безеу шығуының тағы бір себебі жыныс бездері қызметінің бұзылуы. Ерін маңайына безеудің шығуы ағзадағы гормондық өзгерістер немесе адамның күйзелісті бастан кешіргені туралы білдіреді. Одан құтылу үшін дұрыс ұйықтап, көбірек су ішіп, көкөніс, жеміс-жидектерді көбірек қолдану керек. Достар, назарларыңызға рахмет. Дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман.